Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 36 және 37 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бүгін біз сіздермен Tree and Heritage тақырыбында, яғни қазына мен мұра тақырыбында өтетін боламыз. Бұл жерде суреттер берілген, яғни бәйтерек монументі, домбыра, алма, бүркіт, қайынды көлі, киіз үй суреттері көрсетілген. Енді біз осы суреттерге байланысты бірінші тапсырманы орындайтын боламыз. Exercise number 1. Look at the map, answer the questions. Картаға қараңыз, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Енді бірінші сұрақты оқимыз. This house hasn't got windows. What is it? Бұл үйде терезелер жоқ дейді. Бұл не дейді? Йорт. Жауабы киіз үй. Екінші сұрақ. In this lake, trees come out of the water. What is the name of the lake? Бұл сөйлемнің аудармасы. Бұл көлде ағаштар судан шығады дейді. Көлдің аты қалай аталады деп сұрап тұр. Жауабы lake қайынды. Қайынды көлі. Үшінші сұрақ. What fruit comes from Kazakhstan? Қазақстаннан қандай жемістер келеді дейді. Жауабы apples. Алмалар. Төртінші сұрақ. It shows the nest of a musical bird. What is it? Мұнда мифтік құстың ұясы бейнеленген. Бұл не? Бұл бәйтерек монумент. Бәйтерек монументі. Бесінші сұрақ. Find a mountain that looks like a yurt. What is its name? Киіз үйге ұқсайтын тау қандай дейді. Аты қандай дейді. Бұл бізде шер қала. Алтыншы сұрақ. It can sing. What is it? Don't choose the bird. Ол ән айталады дейді. Бұл не дейді? Бірақ құсты таңдамаңыз дейді. Жауабы singing sand. Ән шырқайтын құм дейді. Жетінші сұрақ. You can play this with your hands. What is it? Мұны қолдарыңызбен ойнай аласыз дейді. Бұл не дейді? Жауабы бізде домбыра. Сегізінші сұрақ. This animal is on the Kazakh flag. What animals is it? Бұл жануар қазақтың туында бейнеленген дейді. Бұл қандай жануар? Eagle. Бүркіт. Exercise number 2. Read and answer. Write in your notebook. Оқы және жауап бер. Дәптеріңізге жазыңыз дейді. Ең алдымен мәтінді оқиық. It was my 11th birthday on September 29. 29 қыркүйек күні менің 11 жасқа толған күнім еді. My friends and I had a treasure hunt in the park in front of my house. Достарымен үйімнің алдындағы саябақта қазына іздеген болатынбыз дейді. There were 6 of us and we were pirates for the day. Біз 6 адам болдық. Және біз қарақшылар болдық дейді. It was great fun. Бұл өте қызықты болды. We went up and down the park to find all our party food. Біз барлық мерекелік тағамды табу үшін саябақта жоғары төмен жүрдік дейді. The sandwiches were behind the tree and the drinks were in a box opposite the table. Сэндвичтер ағаштың артында, ал сусындар үстелге қарама-қарсы қорапта болды дейді. And where was my birthday cake? Және менің туған күн тортым қайда болды дейді. It was on a chair under a big hat. Бұл ол, яғни орындықта үлкен қалпақ астында болды дейді. All my friends found a present each. Then we sat down to eat. Барлық достарым сыйлықтар тапты дейді. Одан кейін барлығымыз тамақ ішуге отырдық дейді. It was a great day. Бұл тамаша күн болды дейді Нұрлан. Енді төменде тұрған сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақты оқиық. Whose birthday was it? Кімнің туған күні болды? Нұрланның. Оның туған күні қашан болды? Үшінші сұрақ. How old was he? Ол неше жаста болды?
11 жаста. 11. Төртінші сұрақ. Where was the tree found? Қазынаны қай жерде іздеді дейді. In the park. Саябақта. How many children were there? Неше бала болды дейді. 6. Алтыншы сұрақ. Where were the sandwiches? Сэндвичтер қайда болды дейді. Жауабы behind the tree. Талдың артында. 7. сұрақ. Where were the drinks? Сулар, сусындар қайда болды дейді. Жауабы in a box opposite the table. Үстелге қарама-қарсы қорапта дейді. 8. сұрақ. What was there under a big hat? Үлкен қалпақтың астында не болды дейді. Ол жерде birthday cake, туған күн торты болды.